HSK тестіне дайындалып, осы видеоны көріп отырған барлық студенттерге сәлем. Бүгінгі таңда мен сіздерге HSK 3-ші деңгейдегі тесттен алып келіп отырмын. Егер мені тұңғыш рет көріп отырған болсаңыздар, менің атым Ершін. Өткен жылы 11-ші айда Қытай тілінің 6-ші дәрежесінен тапсырып 264 алдым. Қазіргі таңда Қытайға оқуға түсем деген, HSK тестіне дайындалам деген студенттерді дайындайтын мұғаліммін. Ал онда көп созбай, бүгінгі сабағымызды бастайық. Ручка парағыңызды алып, керекті жерін жазып алып отырыңыз. Ал бүгінгі тестімізді бастар болсақ, reading бөлімі, яғни оқылым. HSK-де 41-ші тесттен 70-ші тестке дейін негізі reading бөлімі болып келеді. Ал тестімізді бастамас бұрын біз берілген варианттарды оқып алайық. Бұл жерде берілген 41-ден 45-ші тестке дейін. А вариантта Уаң ағайдың ұлы жаңа ғана 15-ке толды, бірақ оның бойы 1,85 м болды. Бұл вариантқа келер болсақ, жарайды. Мен осы серияны көріп болып ұйықтаймын. С вариантқа кезек. Арманның алған нәтижесі өткендегіден көп жақсы. Т вариантқа келер болсақ, сен менің ручкамды көрдің ба? Жаңа тест орындап отырғанда істетіп отыр едім. Жарайды. Біз алдымен автобусқа отырып, сосын метроға отырамыз. Ф-ті, алло. Жолда машине пробка. Мен кешірек аэропортқа барамын. Бізде мысалға берілген, сен қалай ол жерге баруды білесің бе? Ал бізде Е вариант айтылған. Біз алдымен автобусқа отырамыз, сосын метроға мінеміз деп. Сол үшін жауап тура. 41-ші тестке келер болсақ, газеттің астын көрдің бе? Бізде Т вариант айтылған, мен ручкамды жоғалтып алдым, жаңа ғана істетіп отыр едім деп. Ал онда 41-ші тестте Т варианты тура болады. Ал 42-де ертерек демал 10:30 болды деді. Ал бұда П вариантта жарайды. Осы серияны көріп болып ұйықтаймын деген. Ал 43-ші тестке келер болсақ, оның балы көп жоғарылады. Бұл жерде айтылған арманның осы жолғы Қытай тесті өткен жолғыдан жақсы болды деп. Сол үшін бұл жерде С жауап тура. Ал 44-ші тестте мен білуші едім, оның бойы кішкене кезде аласа болатын. Қазір осындай өсіп кеткен бе? Бұл жерде Уаң ағайдың ұлы айтылған. Сол үшін А вариант тура дейміз. 45-те ештен кетпейді. Мен қазір чемоданымды алғалы тұрмын. Бұл жерде жол пробка аэропортқа барған, сол үшін F-ін талдаймыз.